Қандай адамдар коронавируспен ауыр дәрежеде жұғымдалуы мүмкін? 2019 жаңа коронавирусымен жұғымдалған адамдардың ішінде көп бөлігі қарт адамдар, жоғарғы қан қысым, өкпе ауруы, рак аурулары және қантты несеп ауруларымен ауыратындар коронавирусымен ауыр дәрежеде жұғымдалған деп ақпарат берді Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Құрметті көрермендер, коронавирустық мәліметтер және одан сақтану жолдарын үгіттеу мақсатында бұл бейне материалды туыс-туғандарыңызға, жақындарыңызға таратыңыз. Каналға жазылып қоңырау белгісін бассаңыз, әлемдегі ең жаңа коронавирустық ақпараттардан хабардар бола аласыз. Денсаулық зор байлық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.